Армысың ардақты ағайын, бүгін сіздермен психологиядағы табыс жайлы әңгіме қозғағым келеді. Егерде не себепті біз осы біз білмейтін жанды тыңдауымыз керек, не себепті бұл кісінің айтқанына сенуіміз керек деген ой туындаса, сұрақ туындаса, онда менің айтпағым, мен осы психология саласында жүргеніме көп болған жоқ. 2 жыл қызмет етіп келемін, бірақ осы қысқа ғана мерзімнің ішінде мен өзім осы психология саласында ай сайын 1 миллион теңге табудың жолына шықтым. Сол себепті бүгінді мен өзімнің осы жолдағы негізгі инсайт деп жатады ғой, негізгі инсайттарымды, негізгі осы табысқа шығудың басым бағыттары, тұғырлары туралы сізбен бөлісіп әңгімелессем деген ойым бар. Менің есімім Гүлмира Шоқтыбаева, мен психолог маманмын, психолог кеңесші мамандығым бар. Қазіргі уақытта Мәскеу психоанализ институтында магистратура бағдарламасында білім алып жүрмін. Мен өзім осы психология саласына келгеніме көп болған жоқ. Соның өзінде қазіргі уақытта мен тұрақты түрде 10 клиентім бар. Бұл клиенттердің барлығы ұзақ мерзімді терапияға кірген жандар. Яғни ұзақ мерзімді терапия дегеніміз бұл 10 рет кездесу немесе 20 рет кездесу емес. Бұл кемінде жарты жылдан және одан да көп уақытқа терапиялық көмекке жүгінген жандар. Осы тұрақты клиенттерден бөлек қосымша тағы кей кездері клиенттер келіп қысқа мерзімді консультациялар алып тұрады. Уақытым болғанда ондай жандарды да қабылдаймын. Уақытым болмағанда тек қана өзімнің клиенттеріммен ғана жұмыс істеймін. Одан бөлек мен өзім осы психологиядан бөлек патодиагностика бағытындағы білімім жақсы болғандықтан, осы патодиагностика бағытына қызығушылық танытқандықтан, сол саланы терең меңгергендіктен бүгінде осы патодиагностика бағытындағы біліміммен әріптестеріммен бөлісіп жүрген жайым бар. Яғни психолог мамандарға арнайы патодиагностика бойынша оқыту курстарын ұсынамын. Бұл да менің қосымша табыс көзім. Одан бөлек мен осы патодиагностиканы онлайн түрде өткізудің жолдарын қарастырып, өзіме ыңғайлы болу үшін соның жолдарын ақыры іздеп тапқаннан кейін соны да жаңағыдай табыс ретінде қолданып, оның жаңағыдай онлайн патодиагностиканы өткізу платформасын бүгінде өзім ғана қолданып қоймай, оны да әріптестеріме сатып, жаңағыдай қосымша табыс тауып жүрген жайым бар. Сол себептен бүгінді мен сіздерге осы психология саласында жалпы алғашқы $1000 қалай шығуға болады, не істеуге болады деген сияқты өзімнің ойларыммен бөлісім деген ой туындады. Сол себептен осы видеоны жазып отырмын. Ең бірінші айтайын дегенім, психологияда табысқа шығу үшін негізгі үш тұғырға негізгі мән беру керек. Ол сіздің кәсібилігіңіз, сіздің нағыз кәсіби мамандығыңыз. Екіншіден, ол сіздің сата алу қабілетіңіз, және сіздің үшіншісі ойлау қабілетіңіз, сіздің жалпы күш қуатыңыз. Енді осы үш тұғырға бөлек-бөлек тоқталсақ. Ең біріншісі сіздің кәсібилігіңіз, яғни сіздің эксперттілігіңіз. Мүмкін сіздер қазіргі уақытта университет аяқтаған маман боларсыздар. Университетте мысалы психолог мамандығын немесе психолог мамандығын аяқтаған мамандар да болуыңыз мүмкін, бірақ мүмкін араларыңызда жеке консультация өткізбей, тек қана мектептерде, балабақшаларда немесе орталықтарда осы психолог ретінде немесе психолог педагог ретінде табыс тауып жүргендеріңіз бар шығар. Әрине университеттерде сіздерге психология негіздері, одан кейін педагогика сияқты мамандық пәндер бойынша білім берген шығар. Бірақ мысалы нақты жеке мысалы бір клиентпен кездесіп, оның мәселесін тыңдап, оның мәселесін шешудің жолдарын, оны сөзге тартудың, мәселесін шешудің техникаларын үйреткен жоқ шығар деп ойлаймын. Өйткені көбінесе өзім есімде, біз университетте оқып жүрген кезде, тәжірибе болған кезде, практика болған кезде көбінесе біз мектептерге барып, сол жерде бір
мінездеме жазатынбыз, мына бала ашық тұйық, сондай жасы сонша да отбасы толық емес деген әйтеуір бір екі қағаз алып келіп сонымен практикаларымызды көбінесе солай өткізетінбіз. Егерде жасырып айтпайтын болсақ, шынын айтатын болсақ, көбінесе біздің университеттердегі практика солай өтетін. Бірақ нақты клиентпен отырып, клиентпен кездесіп, оның мәселесін тыңдап, оның мәселесін шешудің жолдарын іздеп, кеңес беру арқылы емес, сіз былай істеу керексіз, жолдасыңызға былай айтыңыз, енеңізге былай сөз қайтарыңыз деген мынадай кеңес емес, кәдімгідей сол сіздің клиентіңіз келген мәселені шешудің жолдарын, техникаларын үйрететін ондай меніңше университеттер бүгінде өте сирек. Бірақ қазіргі уақытта байқап тұрсақ, бұндай университеттік білім база болады да, бірақ егерде сіз өзіңіздің кәсібилігіңізді арттыру үшін қосымша басқа курстарға барған абзал. Яғни бұл қайта біліктілікті арттыру курстары, немесе қайта оқыту курстары, немесе қысқа мерзімдік тағы да бір әртүрлі тренингтер болады, семинарлар болады. Сондай жерлерге барып біліктілікті арттырған дұрыс, кәсібилікті арттырған дұрыс. Яғни өзіңіздің мына техникалардың қорын, практикалық техникалардың қорын толықтырған дұрыс. Өйткені жай ғана психология туралы алған біліміңіз, мысалы Фрейд туралы, немесе Карл Густав Юнг туралы, оның ілімі, білімі туралы, психоанализ туралы, немесе басқа ғалымдардың тек қана теориялары туралы алған білім, ол жеткіліксіз. Сіз сол теориялық білімді нақты өндірісте дейді ғой, яғни тәжірибе жүзінде, практикада сіз сол білімді қалайша қолдана аласыз. Міне қазіргі уақытта біліктілік деген сол. Сіз қаншалықты сол Фрейдтен алған немесе Юнгтан алған біліміңізді мына сіздің алдыңызға келіп тұрған Айшаға немесе Жасланға мәселесін шешуде қалайша қолдана аласыз. Міне сол маңызды. Егерде сіз осындай білікті маман болсаңыз, кез келген жанның мәселесін, әрине бір сессияның төңірегінде демеймін, бірақ 10-20 сессияның төңірегінде мұндай шағын дүниелерді шешіп бере алсаңыз, егерде сізге мысалы Жания мен ажырасқым келіп жүр деген жаңағыдай мәселемен келсе, сіз онымен 10-20 сессия жұмыс істеп, шын мәнінде Жанияның ажырасқысы келмейтінін анықтап, оның тек қана жолдасынан мысалы бір жақсы көзқарас күтетін, жолдасының оған көңіл бөлгенін қалайтын, немесе оған бір қосымша тағы дүниелер жетіспей ме, мүмкін ол әкесінен сондай жылулықты алмай, енді сол жылулықты жолдасынан да іздеп жүр ме, соның бәрін түп қазығын, негізгі себебін анықтап, Жанияның нақты не қалайтынын анықтап берсеңіз, әрине сіз онда мықты, бәсекеге қабілетті кәсіби психологсыз деген сөз. Бірақ психологияда ақша табудың екінші тұғыры бұл әрине осы қызметтеріңізді сата білу. Сіз керемет мықты маман болуыңыз мүмкін. Сізді жаңағыда өзіңіздің мектебіңізде немесе араласатын ортаңызда адамдар білуі мүмкін, сізді жақсы біліп айтуы мүмкін. Мынау кісі мықты психолог, балаңызды осында жіберіңіз, 5 сессия өткізеді, соның ішінде сізге балаңызға жақсы көмегін тигізеді деген сияқты. Сіз шағын ғана ортада белгілі болсаңыз, онда сіз жаңағыдай жоғары табысқа шығуға мүмкіндіктеріңіз аз. Сізді тек қана жолдасыңыз немесе мектептегі әріптестеріңіз ғана емес, басқа қоғамның басқа мүшелері тану керек. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін сіз өз қызметтеріңізді, мықты маман екеніңізді көрсете алу керексіз, және қызметтеріңізді сата алу керексіз. Бір жақсы жері қазіргі уақытта оған қалай қол жеткізуге болады. Мысалы бұрынғы, осыдан бір 10-20 жыл бұрынғы жағдайды қарайтын болсақ, ол кезде өзіңнің қызметіңді ұсыну үшін әрине бұқаралық ақпарат құралдарына бару керек болатынбыз. Яғни мына арнайы жарнама газеттеріне барып, мысалы 1000 теңгеге, 2000 теңгеге, 5000 теңгеге бір айға ма, 2 айға ма жарнама беріп, сондай жарнама газеттеріне ақылы ақпарат беру керек болатынбыз. Немесе жаңағыдай телевизияда жүгіртпе жол деген болады. Сол жүгіртпе жолға ақпарат беретін халық баяғыда. Одан кейін көшеде тұрған баннерлерге арнайы тапсырыс беріп, сондай психолог нөмірі сондай деп ақылы түрде ғана жарнама беруге мүмкіндік болатын. Бірақ қазіргі уақытта бұндай жарнаманы, бұндай ақпарат
бұқаралық ақпарат құралын кез келген маман, кез келген білікті психолог қолдана алады. Ол не? Ол әрине біздің әлеуметтік желілер. Кез келген адам өзінің Инстаграм парақшасында мен сондай психологпын, менің сондай қызметтерім бар, осы бағытта мәселен мынадай мәселеңіз болса, ажырасам деп жүрсеңіз, немесе күш қуатыңыз болмаса, немесе балаңызбен қандай да бір мәселе туындаса, онда маған келіңіз, мен сізге бұл мәселенің шешу жолдарын көрсетемін, сізбен бірге шешіп беремін деген сияқты жарнаманың кез келген түрін, видео түрінде болсын, пост түрінде болсын, рилс түрінде болсын, немесе сторис түрінде болсын, сіз кез келген ақпаратты бүгінде өзіңіздің әлеуметтік желі арқылы таратуға мүмкіндігіңіз бар. Тіпті Инстаграм ғана емес, қазіргі уақытта Facebook, TikTok, Threads, YouTube сияқты түрлі жаңағыдай бағыттарды қолданып, өзіңіз туралы ақпаратты салуға мүмкіндік бар. Яғни, бірақ оның да жаңағыдай өзінің жөнімен. Сіздің Инстаграм қолданушыларының арасында сізге жазылған жандардың саны 50 ғана болса, осы 50-дің ішінде мүмкін бір адам сатып алатын шығар сіздің қызметіңіз, немесе 50-дің тек 5-еуі ғана сізге лайк қоятын шығар. Бірақ бұл бағытта да дамуға, бұл бағытта да өзіңізді одан әрі дамытуға мүмкіндік бар. Жалпы егерде психология саласында ақша табамын деген адамның негізі екі эксперттілігі, яғни екі біліктілігі болу керек. Ол ең бірінші өзінің негізгі біліктілігі, осы психология саласындағы, психологиялық кеңес беру саласындағы біліктілігіңіз мықты болу керек. Яғни 100% сіз өз қызметіңізге, өзіңіздің құзыреттілігіңізге сенімді болу керексіз. Екінші, бұл сіздің эксперттілігіңіз, бұл сата алу қабілетіңіз. Егер де осы негізгі екі эксперттілігіңізді дамытатын болсаңыз, онда сіз жалпы осы табысқа шығудың жолында келе жатырсыз деген сөз. Бірақ ол негізгі екі тұғыр, үшінші тұғырсыз жүзеге асуы екі талай. Үшінші тұғыр дегеніміз, ол сіздің ойлау қабілетіңіз және сіздің ішкі күш қуатыңыз, сіздің ресурсыңыз. Не себептен бұл маңызды, не себептен бұл болмаса қалған екеуі жүзеге аспайды деген сөз. Ол себебі сіз өз эксперттілігіңізге, өз біліктілігіңізге деген сеніміңіз, бірінші кезекте сіздің өзіңізге деген сеніміңіз, яғни өз өзіңізді қалай бағалайсыз, қалай құнсыздандырмайсыз, сол өзіңізге деген сенімділігіңіз жоғары болса, сіз онда өзіңіздің қызметіңізді сата аласыз деген сөз, және басқа адамдарға оны оп-оңай сатып бере аласыз деген сөз. Ең бірінші, бұның қажет екен, бұның пайдалы екен, бұның нәтижелі екен, сіз өзіңізге сата алу керек. Сіз оны қай уақытта сіз өзіңізге сата аласыз? Егер сіздің ойлау қабілетіңіз дұрыс болса, сіз өзіңізді құнсыздандырмасаңыз, сол кезде сіз оған 100% сенімді боласыз. Өйткені сіз өзіңіз осы психология арқылы өзіңізге пайда тауып тұрсыз. Сіз психология арқылы өз-өзіңізді дамытып отырсыз, өз-өзіңізді мысалы маман ретінде жоғары көтеріп отырсыз. Егер де сіз оны өзіңізге ең бірінші сатқан кезде, өзіңіздің ойлау қабілетіңізді өзгерткен кезде, сіз онда басқа адамдарға да оны оңайлықпен сата аласыз. Екіншіден, осының ішіне, үшінші тұғырға сіздің ішкі күш қуатыңыз, сіздің энергияңыз, сіздің жалпы ресурсыңыз да кіреді. Егер де сіз өзіңіз жалпы шаршап жүрсеңіз, ештеңге қарауға мұршаңыз болмаса, таңертең әйтеуір сүйретіліп тұрып, балаларыңызды мектепке, балабақшаға жіберіп, өзіңіз енді сүйретіліп жұмысқа кеп, сосын әзер дегенде 6-да жұмыстан шығып, үйге жүгіріп, тамақ пісіріп, отбасын күтіп, жаңағыдай жолдасыңызға тамақ беріп, сөйтіп таң атысы, кеш батысы өз-өзіңізге қарауға мүмкіндігіңіз болмаса, ресурсыңыз болмаса, онда сіздің жаңағыдай біліктілігіңізді арттыруға да, осы өзіңіздің қызметіңізді сатуға да ешқандай жаңағыдай ниетіңізді, құлшынысыңызда, күш қуатыңызда болмайды. Егер де осы сіздің ішкі ресурсыңыз болмаса, онда қалған екі тұғырдың пайдасы болмай қалады. Өйткені сіз басқаға көмек көрсету түгіл, өз-өзіңізге көмек көрсетуге мүмкіндігіңіз жоқ деген сөз. Ол үшін бізге не істеу керек? Ең алдымен әрине бұл ұйқыны қалпына келтіру керек. Кез келген адам кемінде тәулігіне 8 сағат ұйықтауы керек. 8 сағат тыныш ұйқы, жаңағыдай
түн ұйқысын 4 бөледі дейді ғой аналар. Сондай 4-ке бөлінбеген тыныш ұйқыны қамтамасыз ету керек. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз түнгі 12-1-ге дейін телефон қарап жатпай, уақытында балаларды да ұйқыға жатқызып, өзіңіз де мүмкіндігінше 10-11-де ұйқыға кету керексіз деген сөз. Екіншісі ол не? Екіншісі ол пайдалы нәрлі тамақ. Жаңағыдай бұл кезде мына диета немесе бір фастфуд, пайдасыз тамақ дегенді қою керек. Мүмкіндігінше пайдалы тамақ жеп, ішіне көкөніс, жаңағыдай басқа да дәрумені бар заттарды қосып, мына балансталған дейді ғой, сондай мүмкіндігінше сондай тамақ ішіп, тұрақты түрде тәулігіне кемінде салмағыңызға байланысты 2 литр, 1,5-2 литрдей су ішіп, осы тамақ бағытындағы өзіңіздің жағдайыңызды жақсарту керек. Үшіншісі ол әрине сіздің белсенділігіңіз, сіздің жаңағыдай спортпен айналысу. Өйткені қарап отырсақ, біздің бүгіндегі жағдайымыз негізгі мынау, отырып жұмыс істейміз, көбінесе қозғала қоймаймыз, көбінесе отырып жұмыс істейміз, компьютердің алдында отырамыз, не көзімізді жаттықтырмаймыз, не денемізді жаттықтырамаймыз, не спорт залға баратын мүмкіндігіміз жоқ. Сол себептен жаңағыдай денеміз қатып қалған, ешқандай энергия жоқ. Адамның денесі қозғалған сайын энергия көбейіп, сенің жалпы ішкі күш қуатың, яғни физиологиялық күш қуатың артады. Бірақ ештеңе істемей отырсақ, тек қана отырып жұмыс істейтін болсақ, бізде қайдан энергия, қайдан күш қуат болады. Сол себептен осы белсенді өмірге араласу керек. Кішкене болсын өмірімізге аптасына 2 рет пе 3 рет спортты қосу керек, немесе кешкі жаңағыдай серуендерге шығып, таза ауамен демалып, осы бағытта да өзімізге күш қуатты қамтамасыз ету керек. Және осы жерде тағы айтайын дегенім, бұл әрине демалыс. Аптада 7 күн болса, оның 5 күнді жаңағыдай жалдамалы қызметте еңбек етсеңіз, тағы сенбі күні той-домалақ бар, қонақ бар, сізді шақырады, түсінім, анда барасыз, мұнда барасыз, бірақ бір күнді болсын өзіңізге арнаңыз. Балаларыңызға арнайтын күндеріңіз болады, мысалы сенбі, басқа күндер, балалармен бірге уақыт өткізетін, жолдасыңызбен бірге уақыт өткізетін күндер болады, бірақ оның ішінде аптаның ішіндегі бір күн тек қана өзіңізге арналу керек. Сіз ол күні моншаға барып демалам дейсіз ба, массаж алам дейсіз ба, немесе бір сұлулық салондарына бір аптада барып шашымды боям дейсіз ба, екінші апта барып тырнағымды жасатам дейсіз ба, одан кейінгі тағы аптада барып бетіңізге косметологиялық жаңағыдай бір үрдістер жасаймын дейсіз ба. Бір күнді өзіңізге арнау керексіз. Немесе түк жасамай, түк істемей жатам дейсіз ба, немесе сол күні жатып тек қана пайдалы бір кітаптар тыңдаймын, оқимын, ол күні жаным демалады, тәнім демалады дейсіз ба. Яғни өзіңізге ыңғайлы демалыстың түрін таңдайсыз. Немесе өзіңіз шопингті ұнатсаңыз, шопингке демалыс ретінде қарасаңыз, онда мысалы сондай күндерді өзіңізге белгілеп, жаңағыдай өзіңізді демалтырып отырыңыз. Міне бұл сізге өзіңізді физиологиялық тұрғыда күш қуатыңызды қалпына келтіруге, күш қуатыңыздың деңгейін бір деңгейде ұстап тұруға мүмкіндік береді. Бірақ бұдан бөлек, мына физиологиялық ресурстан бөлек, әр адамның әрине психологиялық ресурсы бар. Психологиялық ресурс дегеніміз ол мынадай физиологиялық ресурстан бөлек, ол сіздің бір мәселе бойынша алаңдаушылығыңыз, мысалы, бір жағдай бойынша ойларыңыз, тоқтамайтын ойларыңыз, бұның бәрі сізден жалпы физиологиялық ресурстарыңызды, кейде психологиялық және физиологиялық ресурстарыңыздың бәрін осы баста жүріп жатқан дүние, мидағы түрлі ойлар алып кетуі мүмкін. Содан сіз әбден шаршап, ештеңеге зауқыңыз болмауы мүмкін. Сол себептен тек қана физиологиялық күш қуатыңызды ғана емес, психологиялық күш қуатыңызды міндетті түрде байқап, соны толықтырып отыру керек. Оны қандай жолмен толықтыра аламыз? Жаңағыдай физиологиялық күш қуатты біз спорт арқылы, тыныш ұйқы, дұрыс тамақ, серуен, немесе спорт арқылы, демалыс арқылы қалпына келтірсек, психологиялық тұрғыда бұның жолы, бұл өзіңіздің психологиялық психотерапияңыз. Сіз осы уақыттан бастап именно нақты психологтың қызметіне жүгініп психотерапияға жазылуыңыз керек. Сіз өзіңіздің
миыңызбен, өзіңіздің ресурсыңызбен жұмыс істеуіңіз керек. Егер де осы ресурсыңызды толықтырып, жаңағыдай ойлау қабілетіңізді өзгертсеңіз, мысалы, менің қолымнан түк келмейді, менің қолымнан боқ келмейді, мен тек қана сол бір 150-200 мыңның ғана айналасында табыс таба алатын адаммын, өмірі әке шешемде ақша болмаған, өмірі қайыршы болып өткен, мен де олардың ар жақ бер жағы боламын, менің қолымнан не келер дейсің деген сияқты қате ойларды, қате түсініктерді осы психотерапияның көмегімен ғана жоюға, алуға болады. Ақшаны табудың жолдары мыңдаған, миллиондаған жолдары бар. Кей кезде сол ақшаны оңайлықпен, яғни бүйтіп күнді бел жазбай еңбек етпей, тек қана бір курс арқылы да табуға болады, немесе консультация өткізу арқылы табуға болады. Жолдары әртүрлі. Әрине, кейбіреуі жаңағыдай алаяқтық жасап та тауып жатады, олай табыңыздар деп жатқан жоқпын, бірақ ақша табудың жолдары әртүрлі. Соның жолдары бар екен, соның жолдары, оңай жолдары бар екен, сіз өзіңізге, миыңызға ұқтырсаңыз, онда сізге жаңағыдай осы қалған екі тұғырмен де жұмыс істеуге мүмкіндік болады. Егер де сіз мына жақтан қолымнан келмейді, бұл менің қолымнан келетін дүние емес деп өз-өзіңізді іштей мына жерде баста тоқтатып тұрсаңыз, сіздің қанша жерден білікті маман болсаңыз да, қанша жерден сіз арнайы курсқа барып сатудың жолдарын үйренсеңіз да, мына іштегі бұғат, іштегі тежеу сізге сол мүмкіндіктерді іске асыруға өкінішке орай бұғат қояды. Сіз оны ешқашанда жүзеге асыра алмайсыз. Міне, егер де сіз осы негізгі үш тұғырмен жұмыс істейтін болсаңыз, өзіңізді ішкі жағдайыңызды, жаңа ойлау қабілетіңізді, ресурсыңызды қалпына келтірсеңіз, одан бөлек сіздің мықты эксперттілігіңіз болса, және де сол эксперттілігіңізді, мықты біліміңізді сіз сатудың жолдарын үйренсеңіз, онда әрине психология саласында оп-оңай, еш қиналмай $1000 бастап, және $1 $1000 миллионға дейінгі табысты, яғни $1000-2000 шамасындағы табысты психология саласында оңайлықпен қамтамасыз етуге болады. Егер де сіз бүгіннен бастап осы бағытта өзімді қолға алғым келеді, менің жалды тек қана жалдамалы қызметте ғана емес, осы күннен бастап өзімнің қызметтерімнен, өзімнің біліктілігімнен қосымша ақша табудың жолдарын қарастырамын. Мына мектептегі балалармен жұмыстан бөлек, мысалы, күніне бір клиент қабылдаймын, күніне бір клиентпен жұмыс істеймін. Сонда, мысалы, аптасына 7 күннің бір күнін демалатын болсаңыз, қалған аптаның 6 күнінде бір клиенттен алып, аптасына 6 клиентпен жұмыс істеп, айына 24 рет олармен кездесемін десеңіз, онда менің сіздерге арнайы ұсынысым бар. Қаңтар айынан бастап мен супервизия, яғни осы психолог мамандығын меңгерген, бірақ та бүгінде жеке консультация, жеке кеңес жасамайтын мамандарға арнайы супервизия ашқалы отырмын. Осы супервизияда мен сіздерге өзім меңгерген барлық психологиялық кеңес берудің әдістерін үйретемін. Осы жерде мен сіздерге психологиялық қызметтеріңізді, сіздің біліктілігіңізді, біліміңізді сату жолдарын үйретемін. Және әрине осы супервизия арқылы сіз сол жерде жұмыс істеу арқылы өзіңіздің ішкі ойларыңызды, қате түсініктеріңізді өзгертуге мүмкіндік бар. Егер де осы үш тұғырды қазірден бастап осы үш тұғырды қарастырамын, жаңағыдай психологиядағы бар білімімді, теориялық білімімді енді практикалық дүниемен ұштастырғым келеді, одан кейін оны сатудың жолдарын меңгергім келеді, және де өзім осы даму жолына түскім келеді, өзімнің жаңағыдай бұған дейін орнығып қалған, бұған дейін ата-анам үйреткен, немесе өмір үйреткен жаңағыдай қате түсініктерді, қате бір ойларды, иррационалды ойларды, егер де оларды алып тастаймын, орнына жаңағыдай ақша табудың жолдарын үйренемін, өзіме соны дәлелдеймін, өзіме сатамын деген ойларыңыз болса, онда маған супервизияға келіңіздер. Қаңтар айынан бастап осы супервизиялар басталып кетеді. Сіздерге толықтай супервизияға кіруге немесе апта сайын бір техника бойынша өтетін супервизияға қосылуға мүмкіндік бар. Әрбір ай сайын
өтетін супервизияның құны алғашқы уақытта небары 25 мың теңге болады. Бұл жерде біз кездесіп, онлайн түрде кездесіп, техниканы ең алдымен теориясын меңгереміз. Ең алдымен қандай сұрақтарды қою керек, одан кейін қандай сұрақтарды қою керек. Бұл техника клиенттердің қандай мәселесін шешуге көмектеседі деген барлық ақпаратты бергеннен кейін, сол жерде теориялық білімнен кейін сіздермен, яғни сол жерде оқушы ретінде келіп отырған психологтармен шынайы сессия, шынайы консультация, кеңес өткізетін боламыз. Міне сол білімді қолданып, кейін сіздер өзіңіздің жеке жаңағыдай кеңестеріңізді бастай аласыз. Егер де осыған қосыламын десеңіздер, менің алғашқы бастамаларымды қолдаймын десеңіздер, мемлекеттік тілде кәсіби түрде кеңес беретін психологтардың ең алғашқы легіне қосыламын десеңіздер, онда маған міндетті түрде Гүлмира Шоқтыбаева деген инстаграм парақшама келіп жазылыңыздар. Мен осы жерде қалдырамын инстаграм парақшасын, маған жекеге жазыңыздар. Негізгі мәселелер бойынша сұрақтарыңыз болса, олардың барлығына жауап беруге әзірмін. Қосымша сұрақтарыңыз болса, немесе түсінбеген жерлеріңіз болса, бәріне толықтай жауап беруге дайынмын. Мен өзім осы техникаларды қолданып, осы сатудың жолдарын үйреніп, және өзімді осыған дейінгі ойлау қабілетімді өзгертіп, бүгінде оңайлықпен 1 миллион теңге табыс табудың жолына шықтым. Енді осы біліміммен, осы тәжірибеммен мен сіздермен бөлісуге әзірмін. Менің алғашқы қадамдарымды қолдайсыздар деген ойдамын, және де осы менің алғашқы қадамдарымнан кейін сіздердің де қадамдарыңызға гүл бітеді деген ойдамын. Өте пайдалы, өте нәтижелі супервизия болғалы тұр. Сол себептен қосымша ақпарат қажет болса, міндетті түрде менің парақшама жазылыңыздар. Мен сіздердің барлық сұрақтарыңызға жауап беріп, қаңтар айында қолжетімді супервизия, психологтарға мемлекеттік тілде кеңес беретін психологтарға арналған супервизиямды күтетін боламын. Сол жерде кездескенше.